Көршілес мемлекеттермен 14 мың шақырымды құрайтын, оның ішінде дүниежүзі бойынша құрлықтағы ең ұзын 7,5 мың шақырым шекарасы бар Қазақстан тәуелсіздік алғаннан кейін өзінің территориясын мықтап тұрып бекітіп қойды. Қазір мен Жамбыл ауданына қарасты Жасөркен шекара бөлімшесінде тұрмын. Мұнда әскерилер екі ел арасындағы шекара тыныштығын күзетеді. Қоршаудың арғы бетінде Қырғыз мемлекеті. Жалпы осы бөлімшеде соңғы жылдары болмаса өткен жылдары болсын қандай фактілер орын алды? Шекарадан асып өту, мал шығару деген секілді. Айта кететін болсақ, 2021 жылы шілде айларында және қазан айларында осы мемлекет шекараны заңсыз бұзып өту фактілері ол шілде айында Қырғызстан Республикасынан Қазақстан Республикасына қарай заңсыз контрабандалық жылқы малын айдап өту. Солар құрықталды, ішінде 27 бас жылқы. Және қазан айында, қазан айының 10 күні 2021 жылы шекара бөлімшесінің аумағындағы заңсыз құжаттары дұрыс емес Өзбекстан мемлекетінің 6 азаматы ұсталды. Және осы биылғы жылға келетін болсақ, 2022 жылы ақпан айының 4 күні осы шекара бөлімшесінің шекара наряд құрамымен Қырғыз Республикасының азаматы Қазақстан Республикасының аумағына заңсыз өтіп бара жатқан жерінен құрықталды. Мына қазір алдарыңызда Микки есімді ит. Бұл ит облыс бойынша 2-ші орын иеленген және аудан бойынша 1-ші орын иеленген. Қандай жарыстар екен айтып өтсеңіз? Тараз қаласы бойынша Бесағаш шекара бөлімшесінде өткен жарыста 1-ші орын алған. Дәл қазір шекара шебінде жүретін сардарлардың дайындығын көріп жатырсыздар. Жалпы шекарада қызмет ететін сарбаздар кез келген ұрысқа дайын болу керек. Сондықтан мұндай жаттығулар күнделікті жүріп отырады. Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитеті шекара қызметінің 30 жылдығымен шын жүректен құттықтаймыз!